Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. В нулевой тең 800 метр секунд жылдамдықпен ұшып келе жатқан массасы 10 грамм оқ ағашқа тиді де 10 сантиметрге бойлап барып тоқтады. Оқтың ағаштағы қозғалысын бір қалыпты кемелі деп есептеп, оның осы жолға жіберген уақытын және ағаштың кедергі күшін анықтаңдар. Балалар, есеп берілгенін жазып қойдым. Қажетті физикалық шаманы халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп, бізге табу керек кедергі күші мен осы жолға жіберген уақытын анықтауымыз керек. Енді балалар, оқтың кинетикалық энергиясының өзгерісі ағаштың кедергі күшінің жұмысына тең. Осыны жазып қояйық балалар. Кинетикалық энергияның өзгерісіне тең. Енді кинетикалық энергияның өзгерісін білеміз балалар. Соңғы кинетикалық энергиядан бастапқы кинетикалық энергияны алып тастағанға тең. Ары қарата ашып жазайық балалар. Дельта екі тең болады в квадрат бөлінген 2 минус в нулевой квадрат бөлінген 2. Балалар, оқ ағашқа келді де тоқтап қалды. Сондықтан соңғы жылдамдық нөлге тең. Нөлге тең. Енді қалған жазайық балалар. Сонымен дельта 2 тең болады минус в нулевой квадрат бөлінген 2. Олар минус болған себебі бұл кедергі күшінің әсерінен. Енді осыны бірінші формулаға қойайық балалар. А тең болады минус в нулевой квадрат бөлінген 2. Яғни ағаштың кедергі күшін жұмсаған жұмысын анықтап таптық. Енді осыны орнына қойып есептейік балалар. А тең болады массамыз 10 грамм, 10-ның минус 2 дәресі килограмм, 800 метр көбейту 64, 10-ның 4 дәресі метр квадрат секунд квадрат бөлінген 2. Сонда бізде балар 3,2, 10-ның 3 дәресі джоул болды. Яғни А тең болады 3,2 кило джоул. Бізге балар енді атқарған жұмыс емес, бізге кедергі күшін табу керек. Енді осы жерден атқарған жұмысымыз кедергі күшінің шамасына тең деп өрнектеп алайық. Осы жерден кедергі күшін табуға бола салады. А бөлінген ес. Осыдан орнына қойайық балар. F кедергі 3,2, 10-ның 3 дәресі джоул бөлінген 10-ның минус 2 дәресі метр. Бұл біздің балар 3,2, 10-ның 5 дәресі ньютон болды. Сонымен кедергі күшінің шамасы 320 кило ньютон деп жазып қойымызға болады екен. Енді бізге осы жолға жіберген уақытын табайық. Енді бұл балар дүзістікті бір қалыпты кемелі қозғалыс, сондықтан дүзістікті бір қалыпты кемелі қозғалыстың орташа жылдамдығын табатын формуланы жазайық. В орташа жалпы жүрген жолды жалпы кеткен уақытқа бөлеміз. Енді балар бір қалыпты кемелі қозғалыстың орташа жылдамдығын анықтайтын бізде мынандай формула бар. В орташа жылдамдықтардың бастапқы және соңғы жылдамдықтарын қосып 12-ге бөлеміз. Яғни арифметикалық ортасын ала саламыз. Бізде бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең. Қалған жазайық сонда балар. В орташа тең болады в нулевой бөлінген 2. Енді 9 пен 11 теңестірейік. Теңдіктің сол жағы тең, яғни 10 жағы да тең. Осыдан ес бөлінген Т тең болады В орташа бөлінген В нулевой бөлінген 2. Енді осы жерден Т-ны таба салайық балар. Т тең болады кресна кресие 2 ес бөлінген В нулевой. Орнына қойайық балар. Т тең болады 10 сантиметрге бойлап кірген 2 көзілген 10-ның минус 1 дәресі метр
бөлінген бастапқы жыламыз 8 көтілген 10-ның 2 дәресі метр бөлінген секунд. Метрмен метр қысқарсын. 2-ні 8 4-тен 1. 1-ді 4-ке бөлсе 0,25. 0,25 көтілген 10-ның минус 3 дәресі секунд. Сонымен т тең болады 0,25 милли секунд болды. Осымен балар, жауабын жаз қойық. Жауабы кедергі күштің шамасы, F кедергі күштің шамасы 320 килоньютон болды. Осыны бойлап кірген кезде кеткен уақыты, оқтың кеткен уақыты 0,25 милли секунд болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.